Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Келесі дәріс бақша саябақ ландшафтының құрылыс бөлшектері. Бұл дәрісте қарастырылатын сұрақтар: бақша саябақ ландшафты, бақша саябақ ландшафтының негізгі құрамдас бөліктері, бақша саябақ ландшафтының жоспарлау принциптері, бақша саябақ ландшафтының экологиялық маңызы және қорытынды. Бақша саябақ ландшафтының құрамдас бөліктері. Жалпы бақша саябақ ландшафты бұл табиғи және жасанды компоненттерден тұратын кеңістік. Онда адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас үйлесімділігі болады. Бақша мен саябақтың ландшафты жалпы эстетикалық, экологиялық, функционалдық тұрғыдан маңызды. Бұл кеңістіктер демалыс, серуендеу, ойын алаңдары мен әлеуметтік іс-шаралар үшін қолайлы орта құрайды. Ландшафттық дизайн кезеңдері мен бақша саябақ ландшафтының құрамдас бөліктерін түсіну арқылы біз ландшафтпен үйлесімді, функционалды және эстетикалық тартымды кеңістіктер жасай аламыз. Табиғи компоненттерге келетін болсақ, жалпы рельеф бұл жер бедері, оның пішіні мен құрылымы, яғни рельеф аумақтың табиғи ерекшеліктерін бейнелеп, құрылымдар мен көгалдандыру элементтерінің дұрыс орналасуына әсер етіп отырады. Келесі бақша саябағында болатын өсімдіктер әлеміне тоқталсақ, бұл жасыл желектер мен гүлдер бақшаның басты құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл өсімдіктердің түрлері, олардың орналасуы, маусымдық өзгерістер, эстетикалық әсерге және экологиялық тиімділікке ықпал етіп келеді. Ал су көздеріне тоқталатын болсақ, саябақтар мен бақшалардағы су көздері бұлар көлдер, бұлақтар, субұрқақтар. Бұл ландшафттың тіршілік циклына қолдау көрсететін ауаның ылғалдылығын жақсартуға көмектесетін құралдар. Жасанды компоненттерге тоқталатын болсақ, бұлар жолдар мен аллеялар, архитектуралық құрылымдар, инженерлік жүйелер болып бөлінеді. Жолдар мен аллеялар, яғни бұл адамдардың саябақ ішінде қозғалуына арналған жолдар мен алаңдар. Олардың орналасуы мен пішіні кеңістіктің функционалдылығын және эстетикасын қалыптастырады. Аллеялар мен жүріс жолдар бұл көбінесе көркемдік тұрғыдан тартымды болуға тырысады. Архитектуралық құрылымдар бұл ландшафттың архитектуралық бөліктері, бұл павильондар, көпірлер, демалыс орындары, орындықтар, беседкалар және одан да басқа құрылымдарды жатқызуымызға болады. Олар саябақтың практикалық мақсатын ғана емес, сонымен қатар эстетикалық және символикалық мағынаны да білдіреді. Инженерлік жүйелеріне тоқталатын болсақ, бұл суару жүйелері, дренаж, электр жарықтандыру, су жинау жүйелері жатады. Мұндай жүйелер ландшафттың тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді және оның экологиялық теңгерімін сақтай отырады. Келесі көркемдік элементтер, композициялар, мүсіндер мен декоративті элементтер, фокус нүктелерді қолдануымыз керек. Суретте көрсетіліп тұрғандай элементтер көрсетілген. Жалпы композицияға нені жатқызамыз? Бұл композиция дегеніміз бақша мен саябақтардағы барлық элементтер бір тұтас композиция ретінде ұйымдастырылған болуы керек. Бұнда симметрия, асимметрия, ритм және баланс сияқты
көркемдік принциптер ландшафтты жобалаудың негізі болып табылады. Ал мүсіндер мен декоративті элементтер, бұнда жаңағы саябақта әртүрлі мүсіндер болу керек. Монументтер жаңағы сұранысқа, тапсырысқа байланысты, адамның қалауына байланысты мүсіндер болады. Монументтер, декоративті бөлшектер мен басқа да көркемді элементтер болуы мүмкін. Олар жаңағы кеңістікке стиль мен мәдени жаңағы мән беріп отырады. Фокус нүктелер бұл жаңағы бақша мен саябақта көз тарататын басты объектілер болып табылады. Бұл фонтан, мүсін, гүлзар немесе ерекше ағаш болуы мүмкін. Банзай. Фокус нүктелері саябақтың эстетикалық қабылдануын күшейтеді. Келесі функционалды аймақтар бұл демалыс аймақтары, ойын алаңдары және шаруашылық аймақтар болып бөлінеді. Демалыс аймақтарында бұнда отырғыштар, орындықтар, беседкалар, ашық алаңдар, адамдардың демалуына арналған орындар болады. Бұндай аймақтар тыныштық пен жаңағы тынығуға арналған бөлшекте айтсақ болады. Келесі ойын алаңдары. Бұнда балаларға арналған ойын алаңдары, спорттық жаттығу алаңдары, серуендеу мен спортпен шұғылдану үшін арнайы аймақтар болу керек. Шаруашылық аймақтар. Бұл аймақтар көгалдандыру жұмыстарымен айналысуға арналған, әртүрлі өсімдіктерді отырғызу, сонымен қатар бақша шаруашылығымен айналысу үшін жаңағы бөлек орындар ұйымдастыру. Келесі жоспарлау принциптері. Бұл эстетикалық, функционалды, табиғат пен үйлесімділік, қолайлылық болып бірнеше принциптарға бөлінеді. Бұнда эстетикалық деп отырғанымыз бұл жаңағы ландшафттың көркемдігі мен үйлесімділігін айтсақ болады. Функционалдылық бұл түрлі мақсаттарға пайдаланылатын кеңістіктер. Табиғат пен үйлесімділік бұл табиғи компоненттерге жаңағы құрметпен қарау. Қолайлылық бұл адамдардың жаңағы қозғалысына ыңғайлы жолдар мен алаңдар айтамыз. Бақша саябақ ландшафтын жобалауда осы төрт принцип өзара байланысты, бір-біріне жаңағы толықтырып отырады. Жақсы жоспарланған ландшафт табиғатпен үйлесімді болып келеді, функционалды, эстетикалық, қарқынды және пайдаланушы үшін қолайлы болуы керек. Экологиялық маңыздылығына тоқталса, бұл ауа сапасының жақсаруы, яғни өсімдіктер ауаны тазартып, оттегін шығарып, су элементтері ауаның ылғалдылығын жоғарылатып отырады. Климаттық әсеріне тоқталсақ, саябақтар мен жаңағы бақшалар қаланың микроклиматын реттеуге көмектеседі. Олар күндізгі жылуды сіңіріп, түнде оны қайтарады. Сонымен қатар ауаның температурасын төмендетуге ықпал тигізеді. Қалдықтарды азайту, яғни жасыл кеңістіктер қалалық ортада қалдықтарды қайта өңдеуге ықпал ете алады. Бұл компост жасау арқылы табиғи қалдықтармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ландшафт жасау кезеңдері: зерттеу және талдау, жобалау, іске асыру, күтім және дамыту. Аумақты зерттеу топырақ құрамын, климаттық жағдайларды және жергілікті өсімдіктерді талдау қажет. Сонымен қатар осы зерттеу және талдау кезеңінде жобаның мақсаттары мен міндеттері талқыланып анықталады. Жобалау, яғни ландшафттың тұжырымдамасын әзірлеу, жоспарлау және оларды сызбалар жасау. Бұл кезеңде функционалды аймақтар, жолдар, өсімдіктер мен басқа элементтердің орналасуы анықталады.
Келесі іске асыру, яғни жобаны іс жүзінде жүзеге асыру қажет. Бұл жаңағы жер жұмыстары, өсімдіктерді отырғызу, құрылымдарды орнату сияқты жұмыстар іске асырылады. Бұл кезеңде жоспарланған дизайн нақты кеңістікке айналады. Күтім және дамыту, яғни бұнда ландшафтты ұзақ мерзімде күту қажет, өсімдіктерді баптап, маусымдық жұмыстарды жүргізу. Бұл кезең ландшафттың уақыт өте келе дамуын және жетілуін қамтамасыз етеді. Келесі заманауи тенденциялар, тұрақты ландшафт дизайны, ақылды технологиялар, көп функционалды кеңістіктер деп бөлуге болады, қарастыруымызға болады. Тұрақты ландшафт дизайны бұл қазіргі заманғы бақша саябақ ландшафтында экологиялық тұрақтылықты маңызды рөлін атқарады. Жергілікті өсімдіктерді пайдалану, суды үнемдеу, технологияларды және табиғи материалдарды орнату арқылы қоршаған ортаға зиян келтірмейтін ландшафтты жасалады. Ақылды технологиялар бұл автоматтандырылған суару жүйесі, ақылды жарықтандыру және климат бақылау жүйесінің заманауи бақша саябақ ландшафтының ажырамас бөлігіне айналуда. Бұл технологиялар ресурстарды үнемдеуге және ландшафтты тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Көп функционалды кеңістіктер қазіргі ландшафт дизайны бір кеңістіктің бірнеше функциясын атқару маңызды, мысалы демалыс аймағы мен сонымен қатар жаңбыр суын жинау жүйесі ретінде қызмет ете алады. Ал декоративті бақша тағамдық өсімдіктерді де қамтуы мүмкін. Бұл дәрісті қорытындылай келе, жалпы адам мен табиғат үйлесімі, бұл бақша саябақ ландшафты адам мен табиғаттың үйлесімді байланысын көрсетеді. Экологиялық тепе-теңдігіне тоқталсақ, бұл яғни табиғи ресурстарды сақтай отырып, экологиялық тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. Қолайлы орта бұл адамдарға қолайлы, эстетикалық жағымды, функционалдық орта құрады. Жалпы бақша саябақ ландшафтының құрамдас бөліктері мен жоспарлау принциптерін түсіну арқылы біз табиғатпен үйлесімді, функционалды және эстетикалық тартымды кеңістіктер жасай аламыз. Бұл білім ландшафттық дизайн саласында жұмыс істейтін мамандар үшін де, өз бақшасын жасағысы келетін әуесқойлар үшін де маңызды болып келеді. Келесі слайдта қолданылған әдебиеттер көрсетілген. Осы әдебиеттерді қолдана отырып, яғни дәрістеріңізді толықтыра алсаңыздар болады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.